Сәлем достар, сәлем отандастар, құрметті нұрсұлтандықтар. Жалпы Нұрлы жер бағдарламасы өз жалғасын табуда. Бұл жолы Ілияс Омаров және Қаймұхамедханова көшелерінің қиылысындағы 72 пәтерден тұратын жаңа үй конкурсқа түсетін болады. Конкурс жақын арада болады. Конкурсқа тек қана әкімдікте кезекте тұрған жандар қатыса алады. Енді қымбатты достар, бәріміз бірге барып пәтерлердің ішін тамашалайық. Жүріңіздер. Достар, қазір біз сіздермен бірге Нұрлы жер бағдарламасы бойынша берілетін үйлердің пәтерінің ішін тамашалайтын боламыз. Жалпы бұл үй 7 қабаттан тұрады, әр қабатта 4 пәтерден орналасқан. Қазір ең бірінші сіздермен барып 3 бөлмелі пәтерді, яғни таза әрленген тамашалаймыз. Жүріңіздер. Ал достар, келіңіздер, кіріңіздер, қош келдіңіздер. Нұрлы жер бағдарламасы бойынша берілетін үй ең бірінші ас бөлмеден бастасақ. Мынау ас бөлмесі, есіктері орнатылған, жерінде линолеум, қабырғалардың биіктігі 2,5 метр. Тағы айта кететін жайт, жалпы бұл жерде электр плитасы орнатылған, өте әдемі, керемет. Одан кейін қол жуатын арнайы сантехника құрылғыларын бәрі жүргізілген. Жылыту жүйесі бар. Ас бөлмесінен бірден балконға шығу мүмкіндігі қарастырылған достар. Балкон жерінде кафель қойылған, жалпы көрініс, дәл өздеріңіз байқап тұрсаңыздар, балконнан тікелей көрініс Манхэттен және де Кристалл үйлеріне тікелей түседі. Өзге бөлмелерінде қазір сіздермен барып тамашалайық. Бұл бізде ас бөлмеміз етін, электр құрылғылардың бәрі қойылып тұр, өздеріңіз байқап тұрғандай. Екінші бөлме, бұл жерде де жерінде линолеум, есіктер орнатылған, қабырғалың бәрі әрленген, тазаланған, жылыту жүйесінің бәрі дайын, пластик терезелер орнатылған. Жалпы бұлай біздің түсіруіміздің басты себебі алдыңғы Нұрлы жерді түсіру барысында көптеген адамдарда әртүрлі планировкалар қызығушылық тудырды. Мына планировканы көріп, тамашалап, байқаңыздар деген бізден ой пікір. Мынау тағы да бір бөлмеміз, жалпы өздеріңіздің ыңғайларыңызға байланысты жылыту жүйесі де орнатылған, пластик терезелер қойылған, жерінде линолеум, электр тоқтары бәрі жүргізіліп тұр. Мынау жуынатын бөлмеміз, міне достар байқасаңыздар, барлығы дайын. Бірден осы үйге көшіп келе берсеңіздер болады. Есіктер де орнатылып тұр. Мінекей, мынау енді жатын бөлмелеріңіз, енді өз ыңғайларыңызға қарай. Тағы айта кетер жайт, линолеум бәрі қойылған. Мінекей, пластик терезелер орнатылған, яғни сапасы өте жақсы деп айтсақ болады. Айта кететін жайт, достар, дәл көз алдарыңызда, қазір сіздер мына видеодан тамашалап отырған ағылшын тілі мектебі дәл алдарыңызда тұр. Одан кейін жақын маңда мектептер орналасқан. Мына жерде бір мектеп бар, балабақшалар орнатылған. Енді қазір сіздермен бірге барып, 2 бөлмелі пәтердің планировкасын тамашалайық. Жүріңіздер. Достар, 2 бөлмелі пәтердің бөлмелерін орналасқанын көрейік. Жүріңіздер. Жуыну бөлмесі, ас бөлмесі, ас бөлмесінен тікелей балконға шығу мүмкіндігі қарастырылған. Мінекей, бір бөлмеміз, және де қосымша екінші бөлмеміз. Жеріндегі линолеум, есіктер, қабырғаның биіктігі барлығы да бағанақ 3 бөлмелі пәтердегідей. Енді қазір сіздермен бірге барып тамашалайық паркингті және де пандусты. Жүріңіздер. Достар, қоса кететін бізде бір дүние бар. Бұл жерде әр пәтерге домофон трубкалары орнатылған, және де ең кереметі интернет әр пәтерге жүргізіліп тұр. Жай ғана өздеріңіз қосып алсаңыздар болғаны. Достар, Нұрлы жер бағдарламасы бойынша соғылған дәл осы үйде паркинг қарастырылған, қосымша 2-ші қабаттан балалар ойын алаңына шығу мүмкіндігі бар. Жүріңіздер, сонда көрейік. Мінекей достар, біз қазір сіздермен балалар ойын алаңына келіп тамашалап отырмыз. Өте керемет, өте ыңғайлы. Былайша айтқан кезде бұнда жеңіл автокөліктердің кіру, яғни көтерілу мүмкіншілігі қарастырылмаған. Балаларды осында ойын алаңына жіберіп, еш алаңсыз жүрсеңіздер болады. Қазіргі таңда бұл жерде абаттандыру жұмыстары жүргізілуде, барлығы дайындалу үстінде. Дәл ана жерден қазір балаларға арнайы ойын алаңы, футбол алаңы немесе баскетбол алаңы соғылады. Ана жерде арнайы ойын құралдарын бәрі орнатылып қойған.
Мына жерге әлі абаттандыру, яғни құрылыс компаниясының айтуы бойынша абаттандыру жұмыстары жүргізіледі, арнайы газон егіледі бұл жерге. Және де неткен керемет көрініс десеңіздер, қараңыздар, қандай әдемі көрініс. Әдемі үйлер, жалпы өте керемет. Енді бәріміз қазір сіздермен бірге барып, осы үйдің астында орналасқан, осы дәл балалар ойын алаңы астында орналасқан паркингті тамашалап қайтайық, жүріңіздер. Достар, дәл қазір біз сіздермен Нұрлы жер бағдарламасы бойынша берілетін үйдің паркингіндеміз. Үй бойынша 72 пәтер қарастырылған болса, дәл бұл жерде 72 паркинг орын бар. Паркингтен тікелей қыстың күні үйіңізге көтерілу үшін арнайы есіктер, лифт қарастырылған. Енді достар, айта кететін жайт, Нұрлы жер бағдарламасы жақын маңда басталады. Нұрлы жер бағдарламасына бұл жолы тек қана әкімдікте кезекте тұрған жандар қатыса алады. Сондықтан барлықтарыңыз ниеттеніп, пәтер иемденемін деп жүрген адамдар бар болса, ақшаларыңызды жинап, тұрғын үй құрылыс жинақ банкіне салым салып жинақтай беріңіздер. Әр қазақстандық баспаналы болсын.